25-ші жылы мен Турцияда болдым 2 ай жұмыс бабымен да. Сол кезде мен байқағаным, мен басқа елде жұмыс бабымен барған кезде ең бірінші осы елдің, халықтың ит мысық жануарларға деген қарым-қатынастары қандай деп мен сол ең бірінші мәселеге көңіл аударам. Сол кезде мен мырза болғаным сол елге. Кішкентай баладан бастап үлкен анау қарияға дейін қамқор олар. Су беріп жүреді, тамақ беріп жүреді. Ол жақта мысықты, итті ұрып жатқан адамды көрмейсің. Магазин, торговый центр, аэропортта, вокзалда, любой жерде олар емін еркін жатады. Ешкімнен қорықпайды олар. Міне, өйткені оларда қатал заң бар да. Содан кейін адамдардың, олардың жануарларға деген кішкентай кезден үйреткен тәрбиесі бар. Содан деп ойлаймын. Одан кейін мен Таиландта болдым былтыр тоже. 1 ай болдым, тоже жұмыс бабымен. Сол кезде де олардың Таиланд елінің жануарларға деген қарым-қатынастары, құрметі мықты екенін қайдан білдім. Бізге гид келіп айтады, енді мысалы жүреді ғой. Сонда айтқаны мақал ұнады маған. Чем пнут животного, лучше пни свою жену. Қазақшасы, ит мысықты жануарды ұрғанша, одан лучше әйеліңді ұр дейді. Ол жерде әйеліңді ұр деген емес, мағынасы не үшін ондай оларда мақал бар? Егер көшедегі камерадан көріп қалса, сенің ит мысықты ұрып, қорлап, жәбірлеп, зорлық көрсетіп атқаныңды көрсе, сразу алып кетеді, саған $30,000 штраф салады. Ал бытовойда, енді бытовой жаңағыда ұрыс-керістерде еркек әйелді ұрып, милицияға түскен кезде ол $3,000 ғана төлейді екен. Содан кейін ол жақта да емін еркін жүреді ит мысықтар. Жалғыз ол 2 елде болған жоқ, мен басқа елдерде де болдым, Қытайда да болдым, Дубайда да болдым, мысалы, Европаның елдерінде де болдым. Сол кездегі менің басқа елдердегі жаңағыдай отношениялерін көріп, сондай қызығатын едім. Не деген сана сезімі өскен, дамыған, өте мейірімді адамдар, иә. Өйткені ол жақта қатал заң бар. Жануарларды қорғау деген да. Бізде ондай заң болмай тұр ғой. Сондықтан бізде Тастанда жаңағыдай ит мысықтар өте көп. Осы біздің Қазақстандағы біздің мынау аға тәтелеріміз жоғарыда отқан қатал заң қабылдаса, жануарларды қорғау деген, иә. Сонда біздің елімізде де адамдардың көзқарасы дұрысталып, кішкентай баладан бастап үлкен қарияға дейін қамқоршы болса, біздің еліміз дамыған үстіне дамитын еді. Өте жақсы болар еді.